Assalamu alaikum YouTube көрермендер. Қалайсыздар? Бүгінгі біздің түсірілімде Ravon, Nexia, R3 және де Өзбекстаннан келетін машиналар туралы түсіретін боламыз. Оптын қай жерден аламыз, оны бүкіл қалаға қалай оптын сатамыз, складты көрсететін боламыз бүгін. Кеттік. Міне достар, біз бірінші контейнерге келдік қазір. Бұл Ravonның бірінші контейнер. Бұл да үлкен заттары. Есіктер. Боковина есіктер. Қандай машиналар? Кобальт. Так, R3-дікі. Кобальт. Кобальтікі міне. Полный жамбастары. Полный жамбасы. Жартысы ақы. Арт жағы R3-дікі. Алды жағы. Алды жағы. Алдынан өші ланчрон қолы қосылып кетеді. Міне көрдіңіздер. Керемет. Достар, міне біз складқа келдік. Мына бала сатады. Есімін де түсіне таныстырып жүр. Мейірбек есімін. Есім Мейірбек. Запчастары основной оригиналдары бізде бар. Бізде қазір Өздеріңіз көрсеңіздер болады. Мына жерде полностью пакузы заттар, есік, лонжерон, крышка, багаж, капот. Көпшілік заттар бар. Көптеген запчастары оригиналды. Лонжерондарда. қандай машинаның отырған қазір? R3-дің артқы лонжероны. R3-дің артқы лонжерон болады. Мұнау R3-дің алдыңғы лонжерондары. Әрі қарай енді кішкене қараңғы. Қалар крышка багажниктер. Мұнау R3-дікі. Мұнау да R3. Әрі қарай Cobalt, Nexia R3. Аяқта пакузуны сырттары ғой көбінесе. Сол кузовтың заттары ғой. Мынау крыша. Cobalt-тікі. Бұдан жай бұлай қойсақ. Мына жерден Cobalt-тің капоттары. Мынаның бәрі Cobalt па? Ары қарай Cobalt-тің заттары міне. Полностью. Керемет. Қазір бұл жақта екі контейнер. Үшеу әлі ар жақта склад бар. Сонда қазір көрсететін боламыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Бізге қазір міне екінші этажына көтерілдік. Контейнердің аяқта міне тағы да заттарды көрсетемін дейді. Боковой. Мына жерде бізде тағы да жаңа бірінші складтағы машинаның жан жағы боковиналары. Алдында бізде Ravonның бамперлері, Ravon R3, өзінің Nexia. Оригиналды міне крашеный дайын цветтері, но синий цвет. Синий. Мына жерінде артқы бамперлер. Мокрый асфальт, қара. Дальше больше бамперлеріміз пока жетеді. Мынау бір машинаның кәдімгі. Бір машинаның кәдімгі жартысы. Cobalt, Ravon дейсіз ба? Мынау да полный ғой? Chevrolet Nexia. Оны артқы плафонның орнынан білсек болады да. Зама. Анаусы уже Cobalt. Cobalt. Болды. Осы бір. Сіздер өздеріңіз промой әкелесіздер ғой заводтан? Прямой Ташкенттен келеді бізге. Ташкенттен келеді міне. Егер заказ берсе, алдында айттыңыз ғой бір әңгімеңізде 3 күнде, 4 күнде келеді. Ұзағы бір аптада келеді заказ. Жоқ заттарын заказ берсеңіз болады. Алдын ала біз ақшасын, суммасын айтамыз. Сосын ақшасы аударылған соң, 50% ақшасы аударылған соң заказ береміз. Ол заказ бізге қалай айтсам болады. Ұзағы бір аптаға келеді. Егер кез келетін болса, бүгін заказ берсеңіз, таңертең, либо кешін келуі мүмкін. Тезірек, да? Экспресс дейсіз ғой? Иә. Міне осылай достар, Ravon, міне Өзбекстаннан келетін заттардың бәрі. Ары қарай қазір тағы да складтарды көрсетеміз. Соңына дейін көріңіздер. Видео өте қызықты болады ары қарай. Достар, міне Ravon, Cobalt және Nexia R3 тікелей заводтан Өзбекстаннан әкелетіндерді көрсеттік. Біз осылардан енді промой дистрибьютор болып жатырық. Договормен, как положено отырып жатырық. Енді
біз арқылы заказ берсеңіздер, жаңағы айтқандағыдай, бүгін мысалы жоқ заттарды бүгін заказ берсеңіз, ең көбі бір апта, одан тезірек келеді. Ең көбі бір апта күтесіз. Заказдар беру үшін, тағы да басқа нәрсе сұрау үшін төменгі жағына комментарияға өз ойыңызды және де қандай да бір сұрақтарыңыз болса комментарияға жаза кетіңіз. Бұл видеоның екінші бөлімі болады жақында, соны көресіздер. Видеоны өткізіп алмау үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Біздің каналда жазылуды ұмытпаңыз. Келесі видео кездескенше, ассаламағалейкум, рахматуллахи баракат.